Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз есептер шығару төртбұрыштың түрлеріне байланысты. Бүгінгі күннің ретін жазамыз. Қазанның 22-сі есептер шығару. Жөндеу жұмысына байланысты есеп берілген бізде. Жөндеу жұмысына байланысты есеп берілген есепті оқып шығайық. Ержан жуынатын бөлменің қабырғаларына плитка жабыстырмақшы болды. Жуынатын бөлменің ұзындығы 3 метр, ені 2 метр және биіктігі 2,5 метр болатын тікбұрышты параллелепипед қалпында. Бөлменің плитка жабыстырылатын қабырғаларының аудандарын анықтаңдар. Қабырғаның бірінде ені 1 метр және биіктігі 2 метр болатын есік бар екенін ескересіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, осы тікбұрышты параллелепипедтің плитка жабыстырылатын аудандарын есептейміз. Оқушылар кәне орындап болсақ, жауабын айтайық. Яғни бізде көрсетілген тікбұрышты параллелепипедтің плитка жабыстыратын қабырғасының ауданы қанша болды? 23 метр квадрат. Дұрыс айтасыздар, сіздерде? Жақсы. Алтынай шығарған есебіміз дұрыс, 23 метр квадрат шықты. Енді тақтаға қойып, осыны түсіндіре ғой. Енді плитка жабыстырылатын қабырғаның ауданын табу үшін біздер шығып келген 4 қабырғаны бір-біріне қосамыз. Жауабы 23 метр квадрат. Оқушылар, келесі есебіміз Павлодардың элиталы ауданында заманауи балалар балабақшасы салынуда. Ойын бөлмесінің еденіне төсеу үшін паркет плиталары қолданылмақшы. Сұрақ енді. Ойын залының өлшемдері 5,175 метр және 8,5 метр өлшемді еденіне паркет плиталарын төсеу жұмысын орындау керек. Паркет плиталары тікбұрышты үшбұрыштар, параллелограммдар, тең бүйірлі трапециялар пішіндес. Плиталардың өлшемдері суретте көрсетілген. Бұл жұмыс үшін үшбұрыш, параллелограмм, трапецияның барлығы қанша саны керек? Бұл есепті шешу үшін қажетті есептеулер тізбесін орындаңыз. Сіздерге алдарыңызға осы есепті бердім, соны орындай береміз. Кәне оқушылар, есептеп болсақ, жауабын айтайық. Қанша үшбұрыш тікбұрышты, қанша параллелограмм және қанша тең бүйірлі трапеция кетеді екен. Қалай есептедік, айта қойыңыз. Есепті шешу үшін өлшемдерді сантиметрге айналдырып аламыз. Сосын ені мен ұзындығын көбейтеміз. Жалпы ауданы 4600 сантиметр квадрат шығады. Жарайсың. Ары қарай сіздер қалай шығардыңыздар? 800-ді 20-ға бөлеміз, сонда 40 қатар шығады. Бір қатарда 8 трапеция, және 8 параллелограмм. Алмастыра отырып, орналастырамыз. Негізінде 2 тікбұрышты үшбұрыш қажет. Барлық параллелограммды табу үшін 8-ді 40-қа көбейтемін, тең болады 320 параллелограмм. Барлық трапецияны табу үшін 8-ді 40-қа көбейтемін, 320 трапеция. Барлық тікбұрышты үшбұрышты табу үшін 2-ні көбейтемін 40-қа, 80 үшбұрыш. Сонымен оқушылар қорытындылай келе, біздің сабағымыз түсінікті болды ғой. Трапециядан 320 штук, параллелограммнан 320 және тікбұрышты үшбұрыштан 83 штук үшбұрыш қажет екен.